Сатимова Елена Григорьевна, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің ақпараттық қауіпсіздік жүйелері кафедрасының негізін қалаушы. 1957 жылдың 15 тамызында Кишинев қаласында өмірге келген. Техника ғылымдарының кандидаты, ақпараттық жүйелер және киберқауіпсіздік кафедрасының профессоры. Жоғарғы оқу орнында 1984 жылдан бері қызмет етеді. Зертханалық жұмыстарды, пәндердің оқу әдістемелік кешені және әдістемелік нұсқаулар мен тесттерді әзірлеуші. Когда появился уже СИП в Республике Казахстан, открыли эту специальность у нас в 2011 году, у нас лицензия. 2011 жылы бұл мамандық Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсіздік жүйесі пайда болған кезде ашылды. Ақпараттық жүйелер және киберқауіпсіздік кафедрасын өзім басқардым. Алайда негізін қалаушы мен ғанамын деп айта алмаймын. Себебі басқа да мамандар жұмыс істеді. Бірақ оқу жоспарын өзім құрдым. Жұмысқа қабылдаушылармен тілдескенде қандай пәндер және қандай бағытқа арналғанын, сонымен қатар осы мамандыққа қажетті басқа да пікірлер ескеріліп, оқу жоспары құрылды. Осылайша республикамыздағы үздік мамандықтың бірі ретінде көш бастады. Учебные планы приходится обновлять каждый год, потому что у нас постоянно что-то новое появляется. Оқу жоспарын жыл сайын жаңарту керек, себебі жаңашылдық көп. Мысалы, осыған дейін пентестинг болмаған болса, қазір ол өте белсенді тұстарына жатады. Егер осыған дейін маңызды нысандарға деректердің сараптамасы болмаған болса, қазіргі уақытта маңыздылығы артқан. Рисков и аудит безопасности на предприятиях. И не так давно это появилось, имею в виду временной промежуток. Сонымен қатар, өнеркәсіптегі тәуекелдерді бағалау мен қауіпсіздік аудиті үлкен белсенділікке ие. Олардың пайда болғанына ұзақ уақыт болған жоқ. Шифрлеу, желі қауіпсіздігі, операциялық жүйе қауіпсіздігі дамып келеді. Киберқауіпсіздік деген жаңа термин пайда болды. Алайда ақпараттық қауіпсіздік киберқауіпсіздікке қарағанда кеңінен танылған. Сондықтан бұл үлкен сұранысқа ие. Имеет значение, чем кибербезопасность. Так что очень актуально, очень нужно. И ребята, которые у нас учатся, они действительно востребованы. Бізден білім алған студенттер шын мәнінде білікті маман болып шығады. Білім алу қызықты дүние, ал мен үшін қызықтысы кері байланыстың болуы. Студенттерімнің жұмысынан жақсы пікір келгенде, жұмысымның жемісін көремін. Әлбетте, олардан шәкірттерімнің білімі жеткілікті және оларды жұмысқа қабылдадық деген жауап күтемін.